Әрине, оның барлығы жақсы, бірақ диванда жатып, визуализация жасап, позитивтік ойларды жинағаннан ешқандай нәтиже болмайды. Ең алдымен өзіңнің іс әрекетің, қозғалысың, осының барлығы саған қуат береді. Сондықтан жатып алып, анау мынауды ойлап, энергия күту ол қате болады. Не болса да сол қозғалыс, әрекет жасау керек. Оданша сіз тұрып, сол салатты жасауға кірісіп кетсеңіз, сіздің ойыңызға қуат жиналады. Қуат алуды өзіңізден іздеңіз, сырттан емес. Ал өзімізден шыққан қуат, оның мерзімі өте нәтижелі болады, және де ұзақ уақыт сіз қуаттанасыз. Ал бір сағат жүріп келгеннен кейін, керісінше, менің көңілім күй шаттанып, жаңа энергия бойымды алып, тағы да жаңа жұмыстарды, іс-әрекеттерді жасауға дайын бол. Өмірдің өзі қозғалыс. Өмірдің өзі қозғалыс. Мысалы үшін дәрменіміз жоқ, жаяу жүруге, тамақ пісіруге, соған қарамай іс-әрекетімізді бастап кетуіміз керек. Ал бастап кеткеннен кейін, проблема шешілгеннен кейін, көңіліміз тыныштау, көңіл күйіміз орын табады. Ол шығармашылық жұмыстар. Ол шығармашылықпен айналысу. Мысалы үшін тамақ пісіру, бір тағам пісіру, немесе бір-екі қонақты үйге шақыру, немесе қағаздан бір нәрсе жасау, немесе үйдің жаңағыдай жиһаздарын орнын ауыстыру, немесе бір кітапты оқу, бір биді үйрену, бір инструментті меңгеру, осының барлығы шығармашылыққа жатады. Шығармашылықпен айналысқан адамның көңіл күйі еш уақытта түспейді.